Әлемде сирек кездесетін дертке шалдыққан махамбеттік қаршадай қыз Көзайым көмекке мұқтаж. Сырқатының елде емі жоқ. Десе де шетел медицинасынан үмітті. Диагнозы да осыдан бір ай бұрын өзге ел мамандарымен анықталды. Олардың айтуынша сәбидің өмірін құтқару үшін құны 1 миллиард теңге тұратын дәрі ауадай қажет. Көзайым өмірге келгенде Арайлым мен Ринаттан бақытты жан болмаған еді. 6 айдан соң атана бақытын сезініп, алып ұшқан көңіл су сепкендей басылды. Алайда қыздар 6 айға толғанда денсаулығы нашарлай бастады. Содан атанасы бірден Нұр-Сұлтан қаласындағы ана мен бала диагностикалық орталығына апарған. Бірнеше тексерістен кейін генетикалық сараптаманы шетелде жасатып берген қазақстандық дәрігерлердің күдігі расталып, сәбидің арқа бұлшық еті атрофиясының бірінші типі дертіне шалдыққан анықталды. Атанасы 10 жыл күткен сәбиімізге мезгілінде ем-дом жасап, қажетті дәріні салмаған жағдайда бұл аурудың соңы өлімге алып келуі мүмкін дейді. Қазір нәрестенің өмірі тек демалу аппаратына тәуелді. Баланың аяқ-қолына күнделікті массажын жасату шарт. Жұтыну, дене мүшелерін қимылдату рефлекстерінің жұмысы әлсіреген. Көмек сұрап бармаған жер, баспаған тауы қалмаған Көзайымның анасы декреттік демалыста. Ал әкесінің жұмыстан қысқарып қалғанына да 3 айға жуықтады. Қарапайым ғана тұрмыс кешіп жатқан отбасы үшін қомақты қаражатты табу өте қиын. Сбор ашып өзімізде жинап жатыр ақшасы. Сол дәріге. Бұл қарапайым отбасыға енді көтермейтін сумма ғой енді. Банағы 7 күн жұмыс жасап, 24 сағат жұмыс жасағанда да ол ақшаны мен таба алмаймын. Бүкіл үйімді сатып, бір машинам бар, соны сатқанның өзінде де ол ештеңе құрамайды. Сондықтан осылай халыққа, үкіметтен көмек сұраймын. Осы қызым еміне. Көзайымның еміне қаражат жинауды Махамбет ауданының жастар лезде қолға алып, азық-түлік дүкендеріне арнайы жәшік қойды. Түрлі қайырымдылық шараларын ұйымдастырды. Солардың бірі Көзайымға өмір атты футболдан аудандық ашық турнир өтті. Түскен қаражаттың барлығы Көзайымның ата-анасына табысталды. Қарындасымызға Алла шипасын берсін өзі. Бүткіл атсалысып жатқан, жаңағы ақша жинап отырған бүткіл командаларға Алла разы болсын. Алғысымыз шексіз. Ол қарындасымызға да бәрі жақсы болып, қаржы толықтай жиналып, аман-есен елге оралуын Алла нәсіп етсін. Көзайымға өмір сыйлау мақсатында қайырымдылық бағыттағы игі шаралар өз жалғасын таппақ. Көпті көрсе көл дейді қазақ. Сәбидің атына ата-анасы әлеуметтік желіде парақша ашып, барша қайырымды жандардан қолдау күтеді. Әзірге қажетті соманың 1% ғана жиналғаны қынжылтады. Ендігі бар үміт халықта дейді ата-анасы. Осы орайда Көзайымның еміне қолдау білдіруге ниеттілер экранда көрсетілген мәліметтер арқылы ата-анасына байланыса алады. Зейін Ерғали, Қазбек Айтқалиев, Атырау арнасы, Махамбет ауданынан.